Армысыз, қадірлі көрермен, Астана түнін жамылып, міне қазір ғана Сәкен Бибосынов пен Хасанбай Досматовтың жекпе-жегінен кейін сөз алуға тәуекел етіп отырмыз. Әрине, өзегіміз өртеніп, ішіміз ұлып бара жатса да, осы жағдайға азды-кем журналистік, азаматтық көзқарасымызды білдіре кеткен жөн деп есептейміз. Әрине, әрбір олимпиада басталған сайын біздің үкілеген үмітіміз боксшыларда болатын еді. Сол бокс спорты жалпы қазақ аспанын тастап кетіп бара жатқандай көрінеді. Бір ғана боксшымыз 80 келі салмақтағы Нұрбек Оралбай ғана жартылай финалда. Басқа 6 боксшымыз барлығы медальдан үміт үзді. Қыздардан 2 боксшы кетті. Валентина Хальзова мен Карина Ибрагимова, тек қана Назым Қызайбай бар. Демек, біздің бокстан көретін биігіміз осы ме деген бір ой толғақ. Ендеше, бұл футбол арнасы болса да, олимпиада уақытында боксқа да бір орын беріп керек. Айыпқа бұйырмаңыздар. Және біздің арнамызға алдағы уақытта да жазыла түсесіздер деп сенеміз. Бастайық. Осы олимпиадаға жалпы іріктеудің өзі өте ауыр соқты. Азия ойындары кезінде Қамшыбек Қоңқабаев пен Карина Ибрагимова ғана жолдама алды. Одан кейінгі 2 іріктеу кезеңінде Қазақстан құрамасы барлық жолдаманы толықтырды деген күннің өзінде осы 7 жүйрігіміз ерлер арасындағы, қыздар арасындағы 3 былғары қолғап шебері 10 үмітімізді үкілеп аттандырған едік. Міне, жартылай финалға жетпей, соның 8-мен қоштасып отырмыз. Қандай ауыр, шынында да біз бокста осындай бір күнге жетеміз деп ойладық па? 1996 жылы Василий Жиров олимпиада чемпионы атанған кезде оның сол қолының ауыр жарақаты болып, бір қолмен олимпиаданы жеңіп алғанын әлі күнге дейін мақтан тұтамыз. Яғни сол кездегі біздің шеберлер олимпиаданы бір қолмен ұтып алуға шебер еді, лайықты еді және қабілетті еді деп мақтанамыз. Ал одан кейін Сидней олимпиадасы тіпті дүркіретіп қазақ боксының бір даңқын аспандатқандай болды. Және осы 2020 жылға шейін қазақ боксы бірде-бір алтынсыз келген жоқ еді. 2020-да сол дәстүр бұзылды, 2 қола болды. Ал қазір міне ерлер арасында жалғыз жартылай финалға қанағат білдіруге мәжбүр болып отырмыз. Әрине, біздің жігіттердің барлық қарсыласынан 2-3 есебімен ұтылып жатқаны жанымызға батады. Тек қана Махмұд Сабырхан ғана өзінің қарсыласы испаниялық Хосе Келиестен 1-4 есебімен ұтылды. Ал басқа жігіттердің бәрі, мысалы, бірінші кезеңде Асланбек Шынбергенов Зият Ишашқа 2-3 есебімен есе жіберді. Қамшыбек Қоңқабаев Аюп Гатфаға 2-3 есебімен есе жіберді. Айбек Оралбай Лорен Альфонсоға екінші іріктеу кезеңде екінші айналымда 2-3 есебімен есе жіберді. Мұхаммед Сабыр Базарбай күні кеше Лаша Гурулиден ширек финалда 2-3 есебімен ұтылды. Енді міне дәл сол ширек финал кезеңінде Хасанбай Досматовтан Сәкен Бибосынов дәл сондай есеппен ұтылып отыр. Бұл нені аңғартады? Осы Сәкен Бибосыновтың жекпе-жегінен кейін ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов айтты. Қазір жігіттердің бәрі 2-3 есеппен жеңіліп жатыр және біз ғана емес, 2-3 есеп деген есеп өте көп. Яғни қазіргі жағдайда барлығы боксты жақсы меңгерген, кәдімгі өріспей беріспейтін, бұрынғыдай бір соққымен мәселені шештіре салатын боксшылар жоқ деді. Демек, біз осы жалпы бокстың тенденциясынан қалыңқырап бара жатқанымызды мойындауымыз керек. Әрине, жанкүйерлердің айғайына аттан қосып Мырзағали Айтжанов кетсін, немесе басқа да мысалы жағдайларды ескеріп ойбай салып жер тепкілеп отыруымызға болатын еді, бірақ суық ақылмен айтып көруіміз керек. Әрине, бапкер кетсін, болмаса басқа да бокстың айналасындағы реформа жасалсын деуімізге болатын еді. Бірақ біз негізі осындай күйге түсетінімізді жалпы осы олимпиаданың алдында ептеп болжауымыз керек пе деп ойлаймыз. Неге? Оның бірінші мынадай себептер бар. Бірінші, біз Айбаның кәдімгі етегіне жармасып отырмыз. Мұның аржағында үлкен саясатында құлағы қылтиятын сияқты. Айба, өздеріңіз білесіздер, халықаралық әуесқой бокс федерациясы. Соңғы 2019 жылы бұл федерация соңғы рет халықаралық олимпиялық комитетпен бірігіп әлем чемпионатын өткізді. Одан кейін дербес өткізіп келе жатыр. Халықаралық олимпиялық комитеті осыдан кейін 2020 жылға Токио олимпиадасында өз ұйымдастырды финалдық кезеңін, және міне биылғы Парижде өз ұйымдастырып жатыр. Сонда Умар Кремлев басқаратын әуесқой бокс федерациясы, халықаралық әуесқой бокс федерациясы, былай айтқанда олимпиада қозғалысына ешқандай қатысы жоқ, өзінше дербес, бірақ ақшасы көп ұйым болып қана қалып отыр. Және ең қызығы, осы ұйымнан Қазақстан қазір шығуға тіпті асықпайтын сияқты. Және асықпағаныңыз былай тұрсын, енді мысалы 2019 жылы Бекзат
Нұрдәулетов чемпион атанды. 2023 жылғы әлем чемпионатында 4 бірдей жігітіміз әлем чемпионы атанды, бірақ ол кезде қайталап айтамыз, біздің жігіттер, біз жалпы ол кезде Айба олимпиададан өткізу құқығынан айырылып қойған еді. Одан кейін ол аз десеңіз тіпті Астанада Айба чемпиондар кеші деген ұйымдастырылды. Бұл біздің Айбамен әлі де қоян-қолтық екенімізді толықтай аңғарта түсті. Демек, жұрттың бәрі World Boxing дейтін жаңа құрылған әуесқой бокс федерациясына ауысып жатқан кезде біз сол бұрынғы қазағымызда қайнап қала бердік. Федерацияның басшысы ауысты, жаңа келген федерация басшысы да жалпы жаңа жолды таңдауға тіпті асыққан жоқ. Ұлттық олимпиялық комитетке президент болып келген Геннадий Головкин осы олимпиаданың, Париж олимпиадасының алдында біз таңдауымызды жасауымыз керек, осы Айбадан шығуымыз керек деген ой айтып жатыр. Оны кім құлақ асады, мәселе осында. Және Айбаның қазіргі аббревиатурасы бөлек, IBA деп аталады, яғни халықаралық бокс қауымдастығы деп аталады. Бұл жерде әрбір әлем чемпионына 100 мың ақш долларынан тағайындап отыр Омар Күлімов, және ол ақшаның Ресейдің алпауыт компанияларынан алынып жатқанын жұрттың бәрі біледі. Сондықтан қазір жалпы әлемдегі геосаяси жағдайда мұндайдың өте жақсы нәтиже бермейтінін бәріміз түсінсек керек. Яғни Қазақстанның осы IBA-ге, Айбаға қатты жақын болуы да олимпиадада кері әсерін тигізген жоқ па деген ой бар. Екіншіден, біздің көп жағдайда осы жігіттеріміз жеңіліп жатса, бәріміз бір алқауш адам іздеп кетеміз ғой. Кезінде Бекет Махмұтов ақсақал осында 2000 жылы біздің жігіттерді қатты қорғап еді, бүйтіп еді, сөйтіп еді деген мәселені көп айтамыз. Бірақ негізі біз ақырындап сол ойдан да арылуымыз керек сияқты. Әрине, өзбек функционері басқарған кезде Айба шынында да біраз солақай әрекеттерде болған. Оның алдында Ву мырза басқарған кезде де жалпы халықаралық талаптарға сай болмаған бәрі біліп отыр. Және сол өзбек маманы функционері Гафуров басқарған кезден бері өзбек боксының тіпті алға қарыштап кеткенін бәрі айтады. Яғни өзбектің боксының алқаушысы көп дегендерді айтады. Бірақ шынында да мойындауымыз керек. 2016 жылға Рио олимпиадасында өзбек боксынан 3 олимпиада чемпионы шықса, Токио олимпиадасы соны қайталауға жақын сияқты. Яғни біз мұны кездейсоқтық, өзбек боксының соңғы кезде күшейіп кетуін кездейсоқ дей алмаймыз. Яғни алқаушысы болсын болмасын өзбек боксы өзінің күшті екенін дәлелдеп отыр. Әрине, жігіттердің 2-де есебімен ұтылып қалғанына мысалы Ишаишпен жекпе-жекте Асланбекке де беруге болар еді, Аюб Гатфемен жекпе-жекте Қамшыбекке де беруге болар деп түрлі ой айтуға болады. Яғни бізде алқаушы болса, ол жігіттер төрешінің ығында кетпес еді деген ой айтуға болады. Бірақ мұның бәрі эмоция. Өйткені жылдар өткеннен кейін сіздің командаңызды кім алқады, кім алға қарай алып жүрді деген мәселе емес, жігіттердің тек нәтижесі ғана қалады. Ал бұл жолғы нәтиже іске алғысыз. Бір ғана ер азаматтардың арасында бір ғана боксшы жартылай финалға жолдама алып отыр. Бұл бұрын соңды қазақ боксында болмаған нәрсе. Кем дегенде, жоқ дегенде біз бір алтын, бір күміс, бір қоламен қайтатынбыз. Токионың өзінде 2 боксшымыз жартылай финалға шыққан еді. Сондықтан қазір жалғыз боксшымыздың жолына осындай тілегімізді төсеп отырған жағдайымыз бар. Сосын қазір осы уақытқа дейін ерлер арасында 5 салмақ дәрежесінде жартылай финалға шыққандар белгілі болып отыр. Қазір біз енді Хижняк пен оның қарсыласының арасындағы жекпе-жектің бітпей жатқан тұсында келіп отырмыз. Бұдан кейін өзбек боксшысы шаршы алаңға шығуға тиіс. Соған дейінгі нәтижелерді айтып өтейік. Мысалы, 51 келі салмақ дәрежесінде Досматов шығып отыр, иә? 60,5 келі салмақ дәрежесінде Руслан Абдуллаев этникалық қазақ жеңіліп қалды. Өзбектердің әзірше жеңіліп тұрған сол боксшы ғана. 80 келі салмақ дәрежесінде біздің Нұрбек Оралбай шықты. Оның да екінші қарсыласы әлі, 80 келі салмақтың екінші жартылай финалдағы қарсыластары әлі белгісіз емес. Онда да өзбек боксшысы шығуы мүмкін. 92 келі салмақ дәрежесінде Ләзізбек Молажанов шықты. Ол Давлат Батыровпен кездесетін болды. 92 плюс келі салмақ дәрежесінде Жалолов оңтүстік африкалық қарсыласын еркін ұтып, австралиялық қарсыласын еркін ұтып, германиялық боксшымен жартылай финалға шығып тұр. Яғни өзбектер 2016 жылғы табысын қайталауы мүмкін. Яғни Хасанбой Досматов екінші рет олимпиада чемпионы атануы мүмкін. Сондай-ақ Бақадыр Жалолов та екінші рет олимпиада чемпионы атануы мүмкін. Демек, біз өзіміздің көршіміздің осындай боксының қаншалықты мықты болып кеткенін, қанша қаламасақ та мойындауға тура келеді. Өйткені шынында да бұл боксшылар екеуі де, мысалы Жалолов та болмаса Досматов та кәсіпқой бокстан оралып, арасында екінші рет олимпиада чемпионы атануға жол салып отыр. 57 келі салмақ дәрежесінде Халоковтың мүмкіндігі өте көп. 71 келі салмақ дәрежесінде Асатқожа Мойдинходжаевтың да мүмкіндігі өте көп болып тұр. Демек, былай қарасаңыз,
өзбек боксшылары өте күшіне мініп тұр деуімізге болады. Әрине әйел боксшыларына қатысты оны айта алмаймыз, өйткені қазіргі біз байқаған жартылай финалға шыққандардың ішінде өзбектің бірде-бір қызы жоқ, бірақ ер азаматтары осылай жарап тұр. Үшінші бір мәселе, біз шынында да өзбектерден осы олимпиадада 4-ші рет жеңіліп отырмыз. 4-ші рет жеңіліп отырмыз. 2000 жылға алғаш Сергей Михайлов біздің Олжас Оразалиевті 81 келі салмақ дәрежесінің ширек финалында аса айқын басымдықпен ұтып алған. Одан кейін тағы 3 бокс бізден басым түсті. Сергей Михайловтан кейін Хасанбай Досматов 2016 жылы екінші айналымда Біржан Жақыптан басым түсті. Содан кейін Мұратжан Ахматалиев 2016 жылғы Рио олимпиадасында біздің Қайрат Ералиевтен басым түсті. Демек, біз өзбектерді 5 рет жолда қалдырғанбыз, бірақ кейінгі кездесулердің бәрінде өзбектер бізді кездескен сайын олимпиадада жолда қалдырып келеді. Осымен 4-ші рет, және оның ішінде Хасанбай Досматовтың өзі біздің боксшыларды 2 рет жеңгенін айтып өтуіміз керек. Жаңа қайталап айтамыз, Біржан Жақыпты 2016 жылы екінші айналымда жеңді, енді міне тура ширек финалда бір аттасақ олимпиаданың жүлдесін иеленеміз деп тұрған жерде Сәкен Бибосыновты жеңіп отыр. Ал Сәкен Бибосынов пен Хасанбай Досмановтың арасындағы жеке кездесулер саны 1-3 болды. Әлем чемпионатында 1 рет жеңді. Біздің 2021 жылы әлем чемпионы атанған кезде Сәкен Бибосынов осы Хасанбайдан басым түсті. Одан кейінгі міне 2 кездесуде, бірінде әлем чемпионатында, бірінде осы олимпиадада Хасанбай басым түсіп отыр. Әрине Хасанбай мен Сәкеннің кездесуін осы олимпиаданың ажарын кіргізген тамаша кездесу деуімізге болады. Және қарап отырдық, алғашқысында 2 төреші Сәкенді жақтады, 2 төреші Хасанбайды жақтады, 1 төреші кішкене ары бері сенделіп тұрды. Дәл осы сенделіп тұрған төреші негізі жекпе-жектің тағдырын шешіп кетті. 3-ші раундтың қорытындысы бойынша 5 төреші де берді өзбек боксшысына, бірақ бұл жерде сол негізі әрі бері теңселіп тұрған төрешінің дауысы шешуші болып кетті. Яғни, былайша айтқан кезде сол төрешіні біздің Сәкен жақсы сендіре алмаған сияқты. Және осы Сәкеннің кездесуіне қатысты тағы бір нәрсе айтуға болады. Осы естеріңізде болса, 2020 жылғы Токио олимпиадасында жартылай финалда ол Галал Ефайдан бірінші раундта нокдаун алып қалған еді. Яғни аса бір есеңгіретпесе де қатты соққы қалды, бірақ одан кейін Сәкен өзінің дайындығын білдіріп, кейінгі 2 раундты жақсы өткізіп шыққанына қарамастан жеңілген еді. Ал бұл жерде аса бір шешуші сәтте байқадыңыздар ма? 3-ші раундта кәдімгі басын қайырып жіберетін бір соққы жасады Хасанбай Досманов. Негізі төрешілерді қатты сендірген осы соққы болуы мүмкін. Өйткені Сәкенді жалпы Хасанбайдан өте бір төмен дәрежеде өнер көрсетті дей алмаймыз. Әрине, Сәкеннің бірден-бір үміткер болып тұрғанын жақсы білеміз, бірақ енді жолы осы жерден тұжырылды. Және Сәкеннің өзі де жекпе-жектен шыққаннан кейін мен шаршалаңдағы мәселені шаруаға жауапты адаммын, менің қолымды көтермеді ме, мен жеңілдім деп азаматтың сөзін айтып отыр. Бұл да дұрыс, бірақ негізі кішкене төрешілерде іш тартты ма деген ой келеді. Ал енді жеке-жеке салмақтар бойынша тоқталып шықсақ, әрине Хосе Кильестен Махмуд Сабырханның 1-4 есебімен ұтылуын көп адам заңдылыққа балап жатыр. Бұл жерде Махмудтың 1-ші раундқа және 2-ші раундта алғанына сенімді болып тұр. 3-ші раундта 20 секунд қалғанда тіпті мынау жекпе-жекті қоя салғаны жанкүйердің көңілін жаққан жоқ. 40-сы бөлу керек не де болса, 40-сы бөлу керек, өйткені Хосе Келес деген соншалықты атақты емес. Әрине қазіргі бокс бөлек қой, тық-тық еткізіп ақырын ұпай алады да жүреді. Айбек Оралбай мен анау Әзербайжанның атынан түскен Лопес дейтін кубалықта сөйтті ғой, ақырын тық-тық етіп ұпай алды да жүрді. Сондай бір жарқын бокс көрсеткен жоқ. Қазір біздің жігіттер кәдімгі ұран салып жүріп, жекпе-жекке шығып жүріп, осындай қарсыластың айласына түсіп қалып жатыр. 63 келі салмақ дәрежесінде Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Лаша Гурулиден есе жіберді деп ойламаймыз. Ол жерде де тайғанақ есеп 2-3 белгіленді, бірақ шынында да осы жерде кішкене тағы да ойлануға тура келеді. Грузин боксшылары бізден осыншалықты басымдық таныта алатын беді бұрын. Бұл да ойланатын нәрсе. 71 келі салмақ дәрежесінде Зият Ишаев тек қана біздің Асланбек Шымбергенді жеңіп қана қойған жоқ. Одан кейін екінші кездесуде қазіргі бокстың бір келбеті болып есептелетін Севон Окадзаваны еркін жеңіп кетті. Окадзава күліп, ойнап жүріп өзін жеңгеніне сенгенде еді, бірақ Ишаев оны аспаннан жерге түсіргендей болды. Демек, Асланбектің жеңілісі бұл жерде сәтсіз деп айта алмаймыз. 80 келі салмақ дәрежесінде Нұрбек Оралбай жалғыз үмітіміз болып отыр. 92 келі салмақ дәрежесінде Альфонсодан
қалай ұтылғанын айттық. Лорен Альфонсодан біздің Айбек Оралбайдың тық-тық еткізіп ұпай алды да жүрді. Шынын айтқанда бір есі дұрыс бір бокс көрсетті де алмаймыз бұл жерде. Әзербайжан атынан түсетін көп боксшысы. Ал 92-ден жоғары келі салмақ дәрежесінде Аюб Катфадан жеңілген Қамшыбек те негізі атойлап жүріп бір ұрыс салды деп айта алмаймыз. Әрине жігіттердің барлығының осындай 2-3 есебімен жеңілген жанымызға батады, бірақ шынында да біз бокстан кәдімгі қазіргі тенденциялардан жеңіліп жатқандай көрінеді. Жалпы алғанда қазір мысалы Доминикан Республикасының боксшыларының жақсы өсіп келе жатқанын байқадық. Өзбектер болсын болмасын күшті. Бұл жолы орыс боксшылары, ресейлік боксшылар болған жоқ. Олар болса қандай жағдай болатынын естиміз. Кубалықтардың да кәдімгідей шоу тартып қалғанын байқауымызға болады. Демек қазір шынында да мысалы испан боксшылары осынша бізге қатты қайрат көрсетті деп ойладық па? Мысалы осыған дейін испан боксшыларымен 5 рет кездескен екенбіз, соның 3-інде испандар басым түсіп отыр, біз тек 2 рет қана жеңгенбіз. Сондықтан жалпы біз ойланатын нәрсе көп. Енді елге келгеннен кейін боксшылар әрине біраз сын тезіне ұшырайды. Қазірдің өзінде боксты білетіні бар, білмейтіні бар, немесе диванда отырып пікір айтатындар бар, нағыз мамандар бар. Тіпті бұрынғы Олимпиадада үлкен табысқа жеткен Тұрсынғали Еділов сияқты маман аш-шашы пікір айтып жатыр. Біздің жігіттерді көп қола жіберді деген пікір айтып жатыр. Бақыт Серсекбаев тобырмен жүріп не істеп жүрсіңдер деген пікір айтып жатыр. Оның біріне құлақ асуға болады. Бірақ осы жерде мынандай бір пікірлерді тағы тоқтала кеткеніміз дұрыс шығар. Біздің боксшыларды қатты қуалап жіберді деген де пікір бар. Яғни осы Олимпиаданың қарсаңында жігіттер Шымкентте таулы жерде жаттыққанын білесіздер, иә? Олимпиададан кәдімгі бір апта бұрын барып адаптация, бейімделу кезеңінен жақсы өтті. Яғни біздің жігіттер кішкене тау ауасымен теңіз деңгейінен өте биікте болып қысылып кетті ме дегенде ой туады. Бұл бір. Екінші бір пікір айтады. Біздің жігіттерді мына Тұрсынғали Еділов айтып жатыр. Осы пікірде де көбінше мына турнирлерге көп салып жіберді. Елорда кубогына біздің мықтыларды қатыстырмау керек еді дегенде айтады. Бұған да кішкене қарсы пікір бар. Мысалы Қамшыбек Қоңқабаев Азия ойындарында жолдама алып алды да, одан кейін бір турнирге ғана қатысты. Онда да бір жекпе-жектен кейін жарыс жолдан шығып кетті, яғни оған жарыс жетіспеді деп жатқандар да бар. Бұл жердегі пікір ала-ала. Сондықтан жігіттердің осындай неге сәтсіз өнер көрсеткеніне кәдімгі ғылыми топ жауап беру керек сияқты болады алдағы уақытта. Шынында да алдағы уақытта Қазақстан ұлттық құрамасының басшылары мүлде басқаша жүріс жасамаса болмайтыны аңғарылып тұр. Бәрінің ортасынан кәдімгідей жаңа Хасанбай Досматов сияқты, болмаса Бахадыр Жалолов сияқты, Ләзизбек Молажанов сияқты ойнақтап тұратын боксшылар тәрбиелеуіміз керек. Біз шынында да тәрбиелеуіміз керек. Өйткені былай қарасаңыздар, біздің жігіттер былай мысалы Асланбек Шынбергеновке 3-ші раундта Ишаевпен кездесуде физика жетпей қалды деген пікір өте көп. Махмұд Сабырханға 3-ші раундта Келиеспен кездесуде физика жетпей қалды деген пікір көп. Мысалы Айбек Оралбайда мысалы тең тұрған жағдайда неге Әзербайжандық қарсыласына төпелетіп шабуыл жасамады, яғни физикасы кемшін болды дегенде пікір көп. Сондықтан көрдіңіздер ме, осы нәрсенің бәрін ескеруіміз керек. Енді өкінішке қарай біз Олимпиаданы бір ғана медальмен аяқтаймыз. Ол медальдің қандай болатыны әрине әзірше белгісіз. Және ол медальдің алтын болуы да мүмкін екенін жоққа шығармаймыз. Бірақ алтын болған күннің өзінде Нұрбек Оралбай бұл алтынды жеңіп алса, еңбек терін төгіп, қанын төгіп алтын медаль жеңіп алған күннің өзінде бұл біздің бокс үшін тым аз. Олимпиадада бір ғана медаль деген біздің бокстың әрине ой түгіл түсіне де кірмеген нәрсе. Сондықтан біз әйелдер арасында Назым Қызайбайдың да ерекше өнер көрсетуін күтеміз. Оның қарсыласы бұрын әлем чемпионатында Назымнан басым түсіп кеткен боксшы. Сондықтан осы жолы Назым есе қайтарса, әйелдер арасында бір медаль, еркектер арасында, ерлер арасында бір медаль болса да, бұл біздің тақиямызға тар келмес еді. Және ол медальдардың мейлінше жоғары сапалы болғанын қалайтын едік. Әрине көп сын айтуға болады, жер тепкілеп жылауға болады. Бірақ бәрінде салқын ақылға салған дұрыс. Біз неге осындай қате жібердік? Неге біздің бұрынғы мықты қарсыластарымыз Ресей, Ұлыбритания, ақш және Куба еді, оған кейін өзбектер қосылған? Неге бізді қазір әзербайжандар алға шығатындай жатыр? Міне әзербайжандар осымен бізді 4-ші жеңіп отыр екен олимпиадаларда. Неге Испания бізді қазір көбірек жеңе бастады деген нәрсеге ойлануымыз керек. Сондықтан ойланатын сұрақ өте көп. Әзірше біз Нұрбек Оралбайдың тілеулесі, Назым Қызайбайдың тілеулесі боламыз. Осы екі былғары қолғап шеберлері қалай дегенде қазақ боксының туын жерге түсірмеуге тиіс. Әрине оларға ерекше қысым жасаудың да қажеті жоқ. Сендер ойбай осында жеңулерің керек, қалайда қазақ боксын жерге қаратпауларың керек деген түрлі
нәрсе оларға да психологтардан тым қатты әсер етуі мүмкін. Мүмкіндік болса, осы әлеуметтік желілерде болсын, жалпы қандай мінберде болсын, тілеулестігімізді білдіріп отырсақ жаман болмайды. Бізде әрине олимпиаданы өте сәтті бастағанбыз. Елдос Сметовтің алтын, сонша жыл күткен алтынына қол жеткізді. Ғұсман Қырғызбаев былай қарағанда үлкен сыйлық жасады. Екі мергеніміз үлкен сыйлық жасады. Енді осы екі боксшымыз, одан кейін балуандарымыз бар, тағы да жарыс жолына шығатын біраз спортшыларымыз бар. Солардың бәріне тілеулес болғаннан артық ештеңе жоқ. Осы біздің айтқымыз келгені. Аман сау болыңыздар.